Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат әке тақырыбындағы ерекше тәрбие сағатының үлгісін көрсету. Егер де сіздерге дәл осы тәрбие сағаты ұнап жатса, қымыжысы мен презентациясы қажет болса, менің телеграм каналымнан ала аласыздар. Ол үшін жоғарыда тұрған мына телефон нөміріне хабарласуларыңызға болады. Әке тәжірибесі бала болашағына бағыт. Тақырып айтып тұрғандай, бұл кезде мамандыққа қарай ойысу да бар деп айта аламын. Болмаған балалық шақ бейнебаяны бойынша талқылау жүргізіледі. Ол бейнебаянның сілтемесі мен төменге описанияға қалдырып кетемін. Бірінші топ әке, екінші топ тәжірибе, үшінші топ бағыт. Стоп-вотч бағдарламасы арқылы бөлуге болады оқушыларды. Сонымен бірінші тапсырма. Бұл жерде жеке жұмыс, бұған 2 минут уақыт беріледі. Осы мамандықтардың қайсысын таңдауға әкең кеңес берер еді және неліктен? Бала осы берілген мамандықтардың бірін ба, екісін ба таңдау керек. Бағдарламашы, архитектор, ұшқыш, кәсіпкер, журналист, агроном, ветеринар, құрылысшы, дизайнер, спорт жаттықтырушысы. Екінші тапсырма ол құм сағат. Әр топқа 2 сұрақтан беріледі. Уақыт біткенше жауап беру керек. Топтық жұмыс, бұл жерде 5 минут уақыт беріледі. Мысалы, құм сағатты бастау дегенді басамыз, сонымен бірінші топ жауап береді. Мамандық дегеніміз не? Әр топ өз ойын, бірінші топ өз ойын айтады. Құм сағат құйылып біткенше дәл осы жауаппен сәйкес түсе ме, сәйкеспей ме, соны қарап отырады. Келесі, екінші топ. Қандай мамандықтар гуманитарлық салаға жатады? Бастау. Жауап береді. Заңгер, тарихшы, журналист деген сияқты. Келесі. Қандай мамандықтар техникалық салаға жатады деген сияқты сұрақтар үшінші топқа жалғаса береді. Үшінші тапсырмада жағдаяттар шешеді. Әке арманы деген жағдаят беріледі бірінші топқа, екінші топқа қателік сабақ болды, ал үшінші топқа ақша ма, арман ба. Төртінші тапсырма бос қала макеті. Қаланы маңызды мамандықтармен толтыр және шешіміңді қорға дейді. Балалардың қолдарына стикерлер беріледі, желім, ермексаздар, бәлкім мұғалім өз фантазиясына қарай әртүрлі дүниелерді ұсыну мүмкін. Сол бойынша балалар осы макетті толтырады және мұғалім өзінің жасанды интеллект арқылы дайындаған арнайы макетін ұсынып, және де не үшін жүргізуші керек, не үшін мұғалім керек, не үшін дәрігер керек деген сияқты түсініктерге деген сұрақтарға жауап береді. Сонымен 5-ші тапсырманы егерде қажет деп тапсаңыздар алуға болады. Жүректен шыққан сөз. Қыздар өз әкелері туралы монолог жазады, ал ұлдар керісінше болашақ әке ретінде монолог жазады. Тақырып ортақ: әке өмірлік. Және де мынандай бір ролик көрсетеді. Қытай еліндегі балалар көрек әкелерінің қандай қиындықпен жұмыс істеп жатқанын қазір ол видеоны көрсетпей қойын, бірақ жүрек жарды сондай жүрекке жететін дүние. Және де қорытындыда осы сабақ бойынша туындаған сұрақ, жаңа білген 3 нәрсе және қызықты болған 2 нәрсені жазады. Соңында мынандай сұрағы болса, бәрі түсінікті болса деген сияқты. Сонымен осындай сабақ сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Белсенді болыңыздар. Енді мінеки қымыжысы толық жазылған. Сонымен қатар қосымша ақпарат дедім ғой. Бағанағы мен айтып өткен дүниелер осы жерде бар. Сәттілік.